Есенгүл Кәпқызы, журналист, филология ғалымдарының кандидаты. 2011 жылы елімізде тұңғыш рет шыққан интернет газетіне басшы болды. 2018 жылы ақпарат саласының үздігі төс белгісіне ие болды. Соңғы жылдары нақты мәселелерге қатысты зерттеулер жасап жүрген Есенгүл Кәпқызы бюджеттің қалай тиімді игерілуіне қатысты, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік тілді үйренуіне бөлінген қаржының тиімділігі туралы мәселені зерттеумен айналысып жүр. Қазіргі кезде еліміздің басты мәселесін қозғап, түйінін тапқысы келіп жүрген еңбекқор журналистің соңғы жаңалықтарын бағдарламамыздан білеміз. Есенгүл ханым, тағы да қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, жаман емес. Енді Есенгүл Кәпқыз дегенде біздің ойымызға алдымен Түркістан газеті түседі. Себебі студент кезімізден сіздің мақалаларыңызды жібермей оқыдық. Бертіндеп Сүлеймен атындағы Демирел университетте ұстаздық қызмет атқарып жатқаныңызды естуші едік. Енді Ана тілі газетіне ауысқан екен қызмет. Негізі қызметті қатты ауыстырған жоқпын. Сүлеймен Демирел университетінде ұстаздық қызметті атқарып жатырмын. Сонымен қатар Ана тілі газетінде қызметті атқарып жатырмын. Редактор қызметті атқарасыз, бөлім редакторы. Екі қызметті бірге алып жүрмін. Өйткені жалпы сіздер білесіздер ғой, шетелде университетте, әсіресе басқа саланың журналистика саласында профессорлар ол бір салада ғана тек қана сабақ беріп қоймайды, сонымен бірге практиканы да жақсы білуі керек. Сол жағынан біз осы саланы ары қарай ұштастырсақ, балаларға жазғаныңды көрсетсең, оқығаныңды көрсетсең, сараптамаларыңды көрсетсең, олар сол саған ұқсағысы келеді. Сол үшін осындай мәселе. Бұл жағынан біздің шәкірттердің жолы болайын деп тұр да, енді тіпті сіз сияқты ұстаздар сабақ берсе. Себебі енді көптеген оқу орындарында өздері ондай практикада болмаған, бірақ мұғалім болып жүрген педагог ретінде ғана, оқуды бітіре салып, жаңағы ұстаздық қызметті бастап кететін адамдарды да көріп жүрміз. Бірақ мынау сол саланың ыстығына, күйіп суығына тоңбаған адам, оны қалай сезінетінін мен өзім түсінбеймін. Өйткені өзім 20 жыл журналист болып істедім ғой практикада. Сол үшін болмағанда сұхбатты қалай алуға болады, сараптаманы қалай жасауға болады, мақала дегеніміз не, корреспонденция дегеніміз не, соны түсіндіру керек та балаларға сондай. Енді осы Ана тілі газетін осыдан бірер уақыт бұрын бар ма жоқ па білмей кетіп, қазір соңғы кездерде Ана тілі деген газетті шынын айтсақ алып оқитын дәрежеге жетті. Кішкене тірілген сияқты, бойына қан жүгірген сияқты. Жалпы қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп айтаймыз ғой. Басшылығы ауысты. Жанарбек Әшімжан келді? Жоқ, қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулігінің басшысына Шәмшидин Баттиев келді. Содан кейін Ана тілі газетінің басшысы ауысты. Жанарбек Әшімжан келді. Сол келгеннен кейін газетке бір тыныс пайда болды. Өзгерістер келді. Мысалы, жаңағы бұл жерде апта сайын бір мықты маманмен сұхбат, қай салада болсын, бұл бұрын кішкене қалып қойған екен. Содан кейін бұл жерде біздің курс деп аталады, тағы басқада әртүрлі бір көңіл көтеретін болсын, немесе қоғамға ой салатын болсын, жаңадан айдарлар ашылып жатыр. Мысалы, сіз білесіз, 90 жылдардың басында Ана тілі Қазақстанда ең оқылымды газеттің бірі болған. 100 мың, 150 мың тиражы болған. Бұл өйткені ол кезде мемлекеттік тілдің мәселесі деген күйіп тұрған кез болатын. Ана тілдің негізгі көтерген жүк ол мемлекеттің тілінің мәселесі болатын. Тақырыбында тұр. Осы жұрттың, мемлекеттің тілін алға алып шыққан газет болатын. Сосын біраз жыл бұл газеттің мүмкін жаңағы мемлекеттік тапсырыс өтіп кетті ме екен, әйтеуір бір қысылып қалған рас. Бірақ таралымы 16 мың. Бұл 16 мың деген сөз егемен Қазақстаннан кейін екінші орында тұрған таралым деген сөз. Жұрт сол Ана тілі деген атына қарап жазылады. Және жазылуға енді оқырмандарды үндегім келеді. Бұл газет өте танымдық және тек қана танымдық емес, проблемалық мақалаларды соңғы кезде жақсы бере бастады. Сондай мәселелермен. Және жұрттың ықыласы да бұл газетке деген ерекше бола бастады соңғы кезде. Ана тілінде сондай мақала шығыпты ғой деп іздеп жүріп оқитындай дәрежеге жетіп жатыр. Және бұған бірден бір себеп осы тұлғалардың
келуімен байланысты сияқты. Өйткені Есенгүл Кәпқызы да Жанарбек Әшімжан да өздерінің оқырмандарын қай жерге барса сол жаққа қарата ертіп жүретін қалыптасқан. Рахмет. Мен өзім де солай байланыстырамын. Сол жаңа кішкене бір тыныс ашылып, өзгеше бағыт бағдар алып жатқанының бір себебі бар шығар деп ойлаймын сондай. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, газетте ауқымды мәселелерді қозғап жатырмыз деп, проблемалар. Соңғы жылдары өзіңізде бұл өзекті проблемаларды қозғап жүрсіз ғой. Әсіресе мынау соңғы уақытта бюджеттің қалай тиімді игерілуіне қатысты мемлекеттік қызмет, шетелдің мемлекеттік тілді үйренуіне бөлінген қаржының тиімділігі туралы зерттеп мақала жаздыңыз. Енді оған қанша уақыт кетті? Бұл тіпті біздің бүгінгі тақырыбымыздың өзіне сәйкес келіп тұр. Біздің бүгін халықаралық үнем күні екен. Үнемділік күні, үнемдеу күні. Бүгін кеңінен әңгіме қозғауға мүмкіндік бар. Азаматтардың көбі мына бюджеттің неден жасақталатынын білмейді. Бюджет ол көбінде біздің өзіміздің қалтамыздан төленген салықтан жасақталады. Сондықтан біздің әрқайсымыз бюджеттің әрбір тиынның қайда тиімді жұмсалып жатыр ма жоқ па дегенді жаңағы бақылауға құқымыз бар. Сол тұрғыдан алып қарағанда Қазақстанда өте көп бағдарламалар бар. Мысалы жаңағы мемлекеттік тілдерді дамытудың 2011-2020 жылға арналған бағдарламасы дейміз, ақпараттық Қазақстан дейміз. Сол бағдарламаларға бөлінген қаржылар шын мәнісінде өзінің мақсатына жұмсалып жатыр ма, жоқ басқа жаққа кетіп жатыр ма деген мәселелер әрбір адамды толғандыруы керек мәселе ғой. Осы мәселеге байланысты бұл зерттеуді мен былтыр емес, енді осы биылғы жылдың ішінде наурыз айында бастадық. Бұл жаңағы Open Budget Fellowship деген бір не болды, курс болды, қысқа бағдарламалық. Сол курстың аясында оқыдық. Жаңағы полиси анализ дейді, сол анализді қалай жасау керек екендігін үйрендік. Соның несінде біз бір 2-3 айдың ішінде осы зерттеуді жасап шықтық. Бұл тек қана мақала емес, бұл зерттеу деп айтуға болады, аналитикалық жазба деп айтуға болады. Сол кезде біздің байқағанымыз шын мәнісінде біздің бюджеттің ақшалары бір өзінің көздеген нысанына, мақсатына жетпейді екен. Мысалы, өзінің индикаторлары бар ғой, жаңағы 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы уже 20 жыл аяқталады. Бізде 2 жыл қалды. Биыл келесі жылы. Биылдың өзі аяқталып тұр, сонда 1 жыл. Ал біз о жердегі негізгі индикатор мемлекеттік қызметшілердің барлығы мемлекеттік тілде сөйлеу керек 2020 жылы. Біз осыған дайынбыз ба? Біз осыны зерттей келе жаңағы негізінде бюджеттің қаржысының көбінде жаңағы игерілмей жатқан, дұрыс жұмсалмай жатқандығын байқап отырмыз. Сіз жалпы бұл осы зерттеу мақалаларыңыз бұл бір ғана мақала емес, әлі жалғасып келе жатыр ғой? Бұл жалғасады. Бұны сіз жинақ етіп шығару жоспарыңызда жоқ па? Бұл тек қана бір ғана салалық. Бұл тек қана бір ғана бағдарламаның аясында ғана жасалмайды. Бір зерттеу жасап отырмыз. Қазір о жерде 10 шақты қазақ тілінде. Сіздерге ескертіп қояйын, бұл қазақ тілінде жасалып отырған тұңғыш зерттеулер. Маған қызық болып отыр. Мен егер жинақ болса сатып алып оқитын едім. Кітап етіп шығарсаңыз. Бұндай зерттеулер бірінші рет қазақ тілінде жасалып отырғандықтан бірнеше зерттеуді біріктіріп, басын біріктіріп, кітап етіп шығару алдағы жоспарда бар. Осы жаңа жылға дейін мүмкін қолдарыңызға тиіп қалар деген. Қуанышты жаңа. Екіншіден, бұл сериалы болмақ. Біз енді басын бастадық. Ары қарай жалпы бюджеттің ақшасы қайда жұмсалып жатыр? Шын мәнісінде өзінің нысанына барып жатыр ма, жоқ па? Осы мәселені зерттеуде мен екінші мәселені қолға алуға уәде бердім. Бұл жаңағы отандастар бағдарламасы. Отандастар бағдарламасы бар. О жерде мына бейімдеу орталықтарына қаншама ақша бөлінеді. Шын мәнісінде бейімдеп жатырмыз ба, жоқ ол ақша басқа жаққа кетіп жатыр ма деген. Есенгүл ханым, енді бұл істі сіз қолға алсаңыз, оның жеңістің тұғырына шығатынына сенімдіміз. Ана тілі газетінің сайтының графикасы да латын графикасына негізделген, сайты? Қатты негізделген деп айта алмаймын. Тек қана о жерде мына өткенде елбасының жарлығы болды ғой, біз латын графикасына көшеміз деген. Осы жарлықтан кейін көптеген бір өзгерістер пайда бола бастады. Жаңағы латын графикасын эксперимент ретінде пайдалану. Мысалы, мына газетте де қарап отырсаңыз, жаңағы
абайдың қара сөзі 38-ші қара сөзі латын графикасымен берілген деген сияқты. Иә. Кейбір недері, бірақ ол жерде 3 графикада берілген: латын, кириллица и өзіміздің төте араб графикасында берілген. И бұның жаңағы автоматты түрде конвергенция жасайтын бағдарламалары бар өзінің. Сол бағдарламаға салынады. Бұл онша бір қатты қиындық тудырмайтын мәселе. Латын графикасы қалай қабылданып жатыр жалпы? Қиындық туып жатқан жоқ па? Иә, халықтың арасында енді біз бәрібір 70 жыл кириллицаға көзіміз үйреніп қалды ғой. 70 жыл дейміз, 70 жылдан да асып кетті, 90 жыл мысалы. Бұл жерде көзді үйрету мәселесі бар, бірақ жұрттың бір ықыласы ерекше. Оқырманның ықыласы бар ғой. Есенгүл ханым, енді мына газетке жазылу үшін біз қалай жазыла аламыз бұл? Қандай жол бар бұл газетті жаздырып оқу үшін? Қазпоштаға баруымыз керек па? Қайда баруымыз керек? Қазпоштамен жазылуға болады. Сосын онлайн жазылатын мүмкіндіктер бар. Онлайнда бар ма? Онлайнда бар. Қай сайт бойынша? Осы Қазгазета KZ деген сайт бар. Сол сайтқа хабарлассаңыздар, сіздерге қалай онлайн жазылуға мүмкіндігі бар екенін айтып береді. Қазпоштаның бөлімдері бар әр жерде, сонымен жазылуға болады. Негізі газетке қазір жазылу науқаны жүріп жатыр ғой, осы сәтті пайдаланып сіздердің шақырып отырғандарыңыз. Есенгүл ханым, кешіріңіз, желіде бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сізге сұрағы болуы мүмкін. Хабарласып алайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, Алла шүрді, қайырлы таң, таң нұрлы, күні шуақты, ел қуатты, қазақ елі таңғы жайып, таңғы хабар. Жербай елдарға Мойынқұмнан ұлы даланың Бекмұраты, Бетсау даланың ерке құланы. Сәлеметсіз бе? Тұрақты көрерменіміз. Біріншіден, мынау Комсомолдың туған күнінде 40 жасқа толып жатқан Жамбылова Шу қаласының тұрғыны қызым, өзімнің екінші қызым, Жамбылова Айғаным Бекмұрат қызын туған күнімен шын жүректен құттықтап, оның отбасында зор денсаулық, бақытты өмір, жақсылық тілеймін. Жақсы, көп рахмет. Біз де құттықтаймыз аға. Ал екіншіден мына сіздің сауалдарыңызға дәрігерде 3 нәрсе болу керек дейді. Ол біріншісі пышақ, екіншісі өсімдік, үшіншісі жылы сөз. Айналайын қарағым, жазылып кетесің деген әдемі жылы сөздер. Үшінші нәрсе. Бәрекелді. Сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Бағдарлама соңына дейін аға бізбен бірге болыңыз. Қонаққа бір ғана сұрағым бар, жеңіл ғана. Айта қойыңыз. Біз заманда комсомол болдық енді. Барлық газеттерді оқитынбыз 50 жастан бастап, ана тіліне дейін, қазақ әдебиеті дейін түгел. Қазір заман ағымына қарата ұшақ газет аламыз, аудандық, облыстық, республикалық газет. Бірақ ана тілі газетімен оқып тұрамын, бұрыннан жақсы көремін енді. Бұл ана тілі газеттің қазіргі тираж қанша болды екен енді, сонымен сұрағым. Тиражын сұрап. 15-16 мың. Елдің жазылуы қалай? 15-16 мыңның айналасында енді биыл келесі жылға қанша дана жазылады деген. Алдымызға бір мақсат қойып отырмыз, бір 20 мыңға жеткізсек деген. Жақсы, енді осы ағамыздың сұрағын ары қаратайық. Осы ана тілі газетінің қазір қоғамдағы қазіргі орны қалай қазір? Жұрттың ықыласы, мен сізге жаңа ғана айтып өттім, бұл 90 жылдардың басында бұл үлкен бір резонанс тудырған газет болған. Сосын кейін сол бір несін жоғалтып алған сияқты болған. Қазір қайтадан бұл газет жандана бастады, және ана тілі дегенде әркім елеңдеп, о жерде бір мемлекеттік тілдің проблемасы айтыла ма, сол жерде қандай проблемалар бар. Қарасаңыздар, әрбір бетін ашсаңыз, бұл жерде тілге қатысты мәселелер өте көп. Бір өкінішті жағдай, әрине Қазақстан тәуелсіздігін алған 27 жылда біз әлі мемлекеттік тілдің проблемасын айтып отырғанымыз. Дегенмен енді бұл мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Газеттің де негізгі салмағы, негізгі мәселесі осы тілге қатысты мәселе. Көп рахмет. Рахмет сізге. Есенгүл ханым, сізге бір сұрақ қояйыншы. Кішкене ауытқып ана тілінен басқа сұрақ қояйын. Сіз тәттіні жақсы көресіз бе? Енді тәттіні жек көретін адам болмайтын сияқты меніңше. Рахмет сізге. Баланың былдырынан тәтті нәрсе жоқ қой. Әрине. Жалпы дүниеде. Яғни баланың былдыры айдарында балаларға тәттілер беріп, шағын эксперимент жасап көргенбіз. Эксперимент қалай өткенін ендеше бірге көрейік. Бала былдыры айдары.